жинап жүрген кезде анандай Тәуіржан 5-ші сыныпта медресеге барды деп айттым ғой. Бірақ біреулер қазіргі видеоларына қарап күлуі мүмкін да. Медресеге барған шын ба, өтірік па, жартылай жалаңаш қыздармен видео түспейтін еді ғой, суретке түспейтін еді ғой деуі мүмкін да. Бірақ Тәуіржанның мамандығы режиссер екенін біреу білсе, біреу білмейді ғой. Жаңадан видео түсіріп, өз еңбегімен өзіне подписчик жинап жүрген кезде, анандай видеоларын көргенде, ойбай, салмаш ондай деп жылап қалған күндерім көп болған ғой. Орысша сөйлемеш, неге орысша сөйлейсің деп. Кейін қарасам, соның бәрі сонша оқырманды қарату, сонша идея, әрі өзінің бітірген мамандығымен ойнап жүрген жұмыс екен ғой деп кәдімгідей спокойно қабылдайтын болдым ғой. Короче, аяқтың бүкіл қазір маған бір подарка жақсартуға. Жоқ, сіз айттыңыз ғой, маған жазғалып деп айттыңыз ғой. Şimdi 15'ine короче Дубайға шашты ғой. Қатты болсын. Тілек просто қатты Дубайға барғысы келді. Сүймейсің бе менің бетімді? Негізі мен әперіп жатырмын ғой, мені сүю керексіздер ғой. Мен шығарып беріп жатырмын. Бірақ бәрі сені жамандап жатыр ғой. Жаман дейсің. Неге? Сондай болып просто қатты батақты болып кеттім осыны жамандап жатыр. Давайте. Фильтрді тазалап жатырық та, фильтр толық қатты. Кондиционердің астында фильтр болады ғой, соны да тазалайды ғой, мынаны тазалап жатыр. Біртүрлі иістер мая келіп жатыр да. Кішкене бір қате ау мынау уже. Қате мына жер қатты ауырады ау қазір. Мынаны еще бүйтіп жылады ғой қазір. Бет маска шешіліп кетпесін так. Маңдайым жұлып аламай деп шошып кеткенсің ғой. Получается қасымның ортасы ғой, иә? Ортаң дұрыс болмаса деген осы екен ғой. Мынау жақсы ауырды енді. Мынау әдемі ауырды кәдімгі сөзің ашығы. Майлар демек қой енді. Әйтеуір шашқа да көштік ау. Көшпей қаламыз ба деп. Ана түнде салып жатқан айтпақшы стористарыма ответ деген үйіліп тұр ғой. Біз сенің без макияжа түрінді көргенбіз, үйтіп істемей-ақ қой, сенде қазір кірпік бар, қасың бар, андай бар, пожалуйста. Кішкене андай мін іздейтін адам по-любому мін табады, мен ойымша сондай. А если былай қарайтын болсақ, мысалы алдында менің бір видеома фото тарап кеткен екен, мен бір қарадым, который осы жанымнан түсірілген, ең жерде мысалы прыщиктарым көрініп тұр да, ол естественный нәрсе, даже оны эффектте маскада жаба алмайды, тіпті қымбат тоналкалардың өзінен ол нәрсе көрініп тұрады ше бәрібірде. Ну просто суреттерде ол қатты білінбейді алыстан түсіргендіктен. Естественно, жақыннан түсірген кезде ол көрінеді. Еще увлажняющая база жаққан кезде бет тұсында кішкене жылтырап тұрады да. Жылтыраған кезде беттің поралары, точкалары, бүкіл нәрсесі қатты выразительно көрініп тұрады да, и көзге түседі ол нәрсе. Ал егер оның бетін тонмен жапқан кезде ол кішкене нормально басылады. Или бетін сухой кезде ол слишком ондай грубый болып тұр.